Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге бір күнге арналған ПП меню ұсынамын. Бұл сіздердің өздеріңізді жақсы сезінуге, әрі сымбатты болуға арналған күнделікті қолжетімді азық-түліктерден құралған дайын ПП меню. Егер сіздің мақсатыңыз арықтау болса, бұл дәл сізге арналған меню десек болады. Күнделікті осылай тамақтанатын болсаңыз, сіз өзіңіздің қалаған салмағыңызға оңай жете аласыз, әрі өзіңізді жақсы жеңіл сезінетін боласыз. Бұл менюда таңғы ас, түскі ас, кешкі ас және арасында перекустар барлығы қамтылған, дәмді әрі оңай қарапайым рецепттерден құралған. Ендеше таңғы астан бастайық. Бүгінгі таңғы асқа біз бір адамдық порцияға арналған сұлы ботқасын дайындаймыз. Ол үшін бір стакан суды қайнатып аламыз. 3 ас қасықтай сұлы салып, 5 минуттай бұқтырып пісіреміз. Бұқтырып пісіру бұл сіздің ботқаңызға байланысты. Егер 10-20 минуттай пісетін болса, онда сол уақытта пісіреміз. Менде 5 минутта пісетін сұлы ботқасы. 5 минут бұқтырып пісірген соң, үстінен жарты стакан сүт құйып, қайтадан бұқтырып қоямыз. Мен сүтті үнемі ботқа дайын болған кезде ғана қосамын, маған солай дайындаған ұнайды. Ботқа тойымды болу үшін мен кептірілген жеміс және жаңғақтар қосқанды ұнатамын. Кептірілген жемістерден менде мейіз және кептірілген өрік, жаңғақтан менде грек жаңғағы және миндаль. Мейіз және өрікті алдын ала сақтап турап аламын. Мен ботқаның қатты қою немесе қатты сұйық болғанын ұнатпаймын, орташа қою болғанын ұнатамын. Менің ботқам дайын, енді үстінен кептірілген жемістер және жаңғақ қосамын. Осылай өте тойымды таңғы ас дайын болды. Таңғы асқа ботқа жеген өте пайдалы екенін барлығымыз білеміз. Сондықтан осылай кептірілген жеміс, жаңғақ қосып, күніңізді осындай таңғы аспен бастаңыз. Таңғы ас пен түскі ас арасында перекусқа бір жемісті жесеңіз болады. Бүгінгі перекус менде бұл банан. Бананның орнына кез келген басқа жеміс болса да болады. Бірақ банан және жүзім сияқты калориясы көп жемістерді түске дейін жегеніңіз абзал. Түскі асқа менде суға піскен гречка, ірімшік қосылған тауық етінен котлеттер және дәруменді салат. Алдымен салат дайындаудан бастайық. Ол үшін бізге керегі бір піскен қызылша, жарты алма және де кептірілген мейіз. Алма мен қызылшаны видеодадай 4 бұрыштап турап аламыз. Шұңғылда ыдысқа туралған қызылша және алманы саламыз. Үстінен кептірілген мейіз саламыз. 2 ас қасықтай қаймақ салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің дәруменді салат дайын болады. Маған бұл салат өзіме ерекше ұнайды, өте дәмді әрі өте пайдалы. Түскі асқа бұл салаттың 200 грамм дайын пайдаланамыз. Бұл әбден жеткілікті. Енді гарнирға гречканы пісіріп аламыз. Қайнаған суға шамамен 2-3 ас қасықтай гречка салып, тұздаймыз. Сөйтіп 20 минуттай бұқтырып пісіреміз. Гречка суда піскенше котлеттерімізді дайындаймыз. Ол үшін бірінші блендермен тауық етінен фарш дайындап аламыз. Менде шамамен 150 граммдай тауық еті. Үстінен ұсақталған сұлы жармасын саламыз.
Дәміне қарай тұздаймыз, бұрыш қосамыз және үстінен үкіштен өткізілген ірімшік қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен котлеттерді мультиваркада на пару режимінде пісіремін. Сіздер мантоваркада немесе пароваркада пісірсеңіздер болады. На пару режимінде 20 минуттай пісіремін. 20 минутта біздің осындай өте дәмді тауық етінен котлеттеріміз дайын болды. Әсіресе ірімшік қосылғаннан кейін дәмі ерекше дәмді. Мінекей біздің тойымды түскі ас дайын болды. Ірімшік қосылған тауық котлеттері, суға піскен гречка, оның қасына сары май қосуға болады және өте дәмді, дәруменді салат. Мұндай түскі ас барлығына ерекше ұнайды деп ойлаймын. Түскі ас пен кешкі астың арасында перекусты дайындайық. Ол үшін бізге сүзбе, қаймақ, жарты алма және миндаль қажет. Мен зенченкінің майлы емес сүзбесін пайдаланамын және мен жарты алма және миндаль қосамын. Кешкі асқа дейінгі уақытқа бұл өте тойымды перекус деп ойлаймын. Енді кешкі асты дайындайтын уақытта келді. Кешкі ас міндетті түрде өте жеңіл болғаны абзал. Біз бүгін кешкі асқа тауық етінен сорпа дайындаймыз. Алдымен ол үшін барлық көкөністерді турап аламыз. Пиязды видеода да ұсақтап тураймыз. Сарымсақты өте ұсақ қылып тураймыз. Картопты қатты ұсақ не ірі қылмай орташа етіп тураймыз. Сәбізді мен алдын ала күштен өткізіп алдым. Сорпаны мен мультиваркада дайындаймын. Алдымен ол үшін 15 минутқа жарық режимін қосамын. Бір ас қасықтай зәйтүн майын құйып, май әбден қызған соң тауық еттерін саламын. Тауық етімен қоса пияз салып, екеуін бірдей қызарғанша қуырамын. Шамамен бір 4-5 минуттай. Үстен үкіштен өткізілген сәбіз салып, тағы да 3-4 минуттай жұмсарғанша қуырамын. Үстінен сарымсақ саламын. Жақсылап араластырып болған соң картоп саламын. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш және дәмдеуіштер қосамын. Мен бұл жерде паприка қолдандым. Үстінен алдын ала жуылған 2-3 ас қасықтай күріш саламын. Және дәмін шығару үшін лавр жапырақтарын саламын. Қайнаған ыстық су құйып 35 минутқа суп режиміне қоямын. 35 минутта иісі аңқып, өте дәмді тауық етінен осындай жеңіл сорпа дайын болды.
Кешкі асқа көбінесе сорпа немесе салат сияқты өте жеңіл тағамдар дайындағаныңыз абзал. Мінеки осындай таңғы ас, түскі ас, кешкі ас және перекустан тұратын дайын менюді назарларыңызға ұсындым. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса міндетті түрде лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мұндай дайын менюлар әлі де шығады. Бұл бастапқы бірінші күні болсын. Сондықтан жаңа видеоларды көру үшін қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар.